Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз әр түрлі заттармен танысамыз. Менімен бірге қайтала. Балалар, қараңдаршы, бұл сабын. Сабынмен жуынамыз. Тазалық денсаулықтың кепілі. Бұл сүлгі. Жуынғаннан кейін сүлгімен қолымызды, бетімізді сүртеміз. Бұл тарақ. Тарақпен шашымызды тараймыз. Әдемі болу үшін күнде тарайық. Бұл тіс щеткасы. Щеткамен тісімізді жуамыз. Тісімізді таңертең және кешке тазалаймыз. Бұл кітап. Кітаптан біз көп нәрсе үйренеміз. Күнде кітап оқиық. Бұл қасық. Қасықпен тамақ ішеміз. Ас ішкенде қасық қолданамыз. Бұл аяқ киім. Сыртқа шыққанда аяқ киім киеміз. Бұл көйлек. Біз әдемі көйлек киеміз. Көйлек таза әрі ұқыпты болуы керек. Бұл қалам. Қаламмен жазамыз. Сурет саламыз. Хат жазамыз. Бұл дәптер. Дәптерге жазамыз. Үй тапсырмасын орындаймыз. Сурет саламыз. Бұл кесе. Кесемен шай ішеміз. Бұл жастық. Біз онымен ұйықтаймыз. Жастық жұмсақ болады. Бұл балмұздақ. Ол тәтті әрі салқын. Бірақ көп жеуге болмайды. Бұл сомке. Мектепке барғанда сомке ұстаймыз. Сомкенің ішіне кітап, даптер саламыз. Бұл сағат. Ол уақытты көрсетеді. Бұл көзілдірік. Ол көруге көмектеседі. Бұл шатыр. Бұл шатырды жаңбыр жауған кезде ұстаймыз. Бұл ойыншық. Біз онымен ойнаймыз. Ойыншықпен ойнаған өте қызық. Бұл нан. Нанды жейміз. Нан тәтті. Бұл сүт. Сүт денсаулық көзі. Оны бала да үлкен де ішеді. Бұл айна. Айнаға қарап өзімізді көреміз. Бұл теледидар. Онда қызықты мультфильмдер көреміз. Бұл шанышқы. Онымен тамақ жейміз. Бұл үстел. Үстелде тамақ ішеміз, сабақ оқимыз. Бұл шайнек. Шайнекпен шай құямыз. Бұл орындық. Орындыққа отырамыз. Отырып жазамыз және тамақ ішеміз. Бұл қайшы. Қайшымен қағаз кесеміз. Бірақ қайшыдан абай болу керек. Қолыңды кесіп аласың. Бұл жіп. Жіппен киім тігеміз. Және жіппен байлаймыз. Бұл мұздатқыш. Мұздатқышқа тамақ саламыз. Сонда тамақ бұзылмайды. Бұл пеш. Пеште дәмді нан, тамақ, бәліш піседі. Бұл тәрелке. Тәрелкеге тамақ, салат сияқты тағамдар саламыз. Бұл қазан. Қазанда дәмді ас пісіреміз. Қазанды күнде қолданамыз. Бұл машине. Машинемен жүреміз. Машинемен баратын жерге тез жетеміз. Бұл автобус. Автобуспен мектепке, қалаған жерімізге барамыз. Бұл ұшақ. Ұшақ аспанда ұшады. Ұшақпен баратын жерге тез жетеміз. Бұл шана. Қыста шанамен сырғанаймыз. Шанамен сырғанаған маған ұнайды. Бұл төсек. Төсекте ұйықтаймыз.
Төсекті үнемі жинап жүру керек. Бұл жамылғы. Жамылғыны жылы болу үшін жамыламыз. Бұл кілем. Кілемді жерге төсейді. Суық тимеу үшін кілемнің үстінде ойнау керек. Бұл есік. Есікті үйге кіріп шыға үшін және бөтен адам кірмеу үшін орнатамыз. Бұл шалбар. Шалбарды киеміз. Бұл шұлық. Шұлық аяғымызды жылытады. Суық күнде шұлықты кимесең, суықтайсың. Бұл етік. Етікті киіп, далаға шығамыз. Етік кисең, аяғың жылы жүреді. Бұл жүзік. Жүзікті аналар, әжелер тағады. Бұл шаңсорғыш. Үйіміз таза болу үшін шаңсорғышпен үйді тазалаймыз. Бұл сөмке. Сөмкемен мектепке барамыз. Сөмкеге кітап, дәптер саламыз. Бұл қуыршақ. Қуыршақпен ойнаймыз. Қуыршақпен қыздар ойнайды. Бұл дүрбі. Дүрбімен алысты көреміз. Дүрбіні әскери адамдар қолданады. Бұл киіз үй. Киіз үй ата-бабамыздың баспанасы. Киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы болған. Бұл домбыра. Домбыра қазақты ұлттық аспабы. Домбыраның үні маған ұнайды. Бұл сөре. Сөреге кітапты және қажетті заттарымызды қоямыз. Бұл кілт. Кілтпен есік ашамыз, және есікті кілтпен жабамыз. Бұл гүл. Гүл әдемі. Гүлдер бақшада, далада өседі. Бұл ағаш. Ағаш бізге таза ауа береді. Ағаштар табиғатты көркейтеді. Бұл кемпірқосақ. Кемпірқосақ 7 түстен тұрады. Ол жаңбырдан кейін шығады. Бұл тақия. Тақияны ер адамдар, аталар киеді. Бұл доп. Допты теуіп ойнаймыз. Доп дөңгелек болады. Бұл шелек. Шелекке су құямыз. Бұл мектеп. Мектепте сабақ оқимыз, білім аламыз. Бұл терезе. Үйді желдету үшін терезені ашып қоямыз. Бұл велосипед. Велосипедпен бақта серуендеп жүрмін. Бұл қорап. Қораптың ішінде сыйлық бар. Бүгінгі сабағымыз қызық болды, балалар. Келесі видеода кездескенше YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңдар.